Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге мини тюльпан самсаның жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Бізге керегі ұн. Ұнға сары майды қосып, үгітіп, крошка жасаймыз. Барлық ұн мен майды араластырып аламыз. Одан кейін айранға бір жұмыртқа, жарты шай қасық ас содасы, және дәміне қарай тұз саламыз. Жақсылап араластырып, осы ұн мен майдың үстіне араласқан айранымызды құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Барлығын жылдам жасалу керек, өйткені ұнның құрамындағы май еріп кетпеу керек. Мінекей ұнымызға құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Айранға сода құйғаннан кейін, салғаннан кейін кішкене осылай көпіріп реакцияға түседі. Мінекей жұмсақ қамыр илеп, қамырымызды салмасы дайын болғанша холодильникте ұстауымыз керек. Самсаның салмасы өзіңіздің қалауыңызша, мен тауық еті мен пияз қостым, ұсақтап турап. Сіздер қалаған салманы салсаңыздар болады. Арасына картопты турап қоссаңыздар да болады. Дәміне қарай тұз саламыз. Сұйық май құямыз. Және қалауыңызша өзіңізге ұнаған дәмдеуіштерді салсаңыз болады. Мен тек қара бұрыш қана салдым. Мінекей барлығын жақсылап араластырып аламыз. Менде салма тек тауық етінен ғана болады. Салма дайын. Енді холодильникте тұрған қамырымызды алып, жіңішкелеп екіге бөліп, жіңішкелеп созып аламыз. Өзімізге ыңғайлы болу үшін біз мини тюльпан жасайтын болғаннан кейін қамырымыз ұсақ кішкене бөліктерге бөлеміз. Бұл жерде де самсаның көлемі өзіңіздің қалауыңызша, егерде үлкендеу жасасаңыздар, қамырларыңызды үлкен етіп кесіп аласыздар. Мен осылай ұсақтап турап алдым. Енді осы туралған қамырымызды оқтаумен жұқалап жаюымыз керек. Жұқа етіп жайып аламын. Және осы қамырдың бір жағын ғана осылай дәл видеоғыдай кесіп аламыз. Және сол кесілген жерінен бастап салмасын салып, қамырды ораймыз, үшбұрыш етіп орауымыз керек. Салмасы ешқандай сыртқа шығып кетпейтіндей етіп, осылай үшбұрыш етіп орап аламыз. Тюльпанның формасын келтіруіміз керек. Және осылай түп жағын жақсылап жабыстырамыз, ашылып кетпеу үшін. Жақсылап жабыстырып алдық. Мінекей тюльпан формадағы самсамыз дайын. Сізге тағы да бір рет көрсетейін, видеода асықпай. Қамырымызды жұқалап жайып аламыз. Және осы қамырдың бір жағын ғана осылай кесейміз. Және осы кесілген жерден бастап салмасын саламыз да, үшбұрыш етіп ораймыз қамырымызды. Және түп жағын бекітеміз. Ешқандай салманың суы, майы ағып кетпейтіндей жақсылап бекітіңіздер. Мінекей барлық қамырларымды осылай жасап аламыз. Мінекей тюльпан формасындағы самсаларымыз. Мінекей барлығын осылай түйіп шығамын. Енді осының бестіне бір жұмыртқаны жарып, жағып шығамыз. Осы уақытта духовкаларыңызды 180-200 градуста қыздырып қойыңыздар. Бетіне қалауларыңызша күнжіт, мак сепсеңіздер болады. Мен ешқайсында сеппей, осылай жұмыртқа ғана жағып, духовкаға салып пісіріп аламыз.
Тульпан самсаларымыз дайын. Қамыры үгітілмелі қамырдан, салмасы тауық етінен жасалынды. Өте дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте аз уақытта дайын болатын, дастарханның сәнін кіргізетін самсаларымыз.